Ғажайып табыс пен байлыққа жол ашатын миыңыздың ішінде жасырылған маңызды құпия бар екенін білесіз бе? Миыңыз сізге көмектеседі, сізді шектей де алады. Сіздің қабілеттеріңіз жайлы өз сеніміңіз бен ішкі ойыңыз ғана кедергі болуы мүмкін. Қаржылық қиындықтар, белгілі бір елде мүмкіндіктердің болмауы, немесе алғашқы кездегі қаржының жетіспеушілігі сияқты факторлар сізді тәуекел еткізбейтін, өміріңізді өзгертуге кедергі келтіретін нейрондарыңыздың сылтаулары. Дегенмен, өз әлеуетіңізге сенуді бастасаңыз, онда бәрі өзгереді. Байлыққа жету қиын, кедейліктен шығу мүмкін емес. Өмірді әп-сәтте өзгере салу шындыққа жанаспайды деген ойлардан гөрі, оңтайлы мүмкіндіктерді іздеп, оларға жету жолдарын белсенді түрде қарастырып бастаған дұрыс. Ғажайып танымал нейроғалым Эндрю Хуберман өз ойларыңыздың сипатын түбегейлі өзгертіп отырып, өміріңізді қалай байлық пен табысқа бағыттауға болатыны жайлы бірегей білімімен бөліседі. Оның көрнекті алгоритмінің негізгі кезеңдері осы бейнебаянда ашылады. Сіз Kingstyle арнасын көріп отырсыз. Қаржылық еркіндікке жеткісі келетіндермен бірге болыңыз. Арнаға жазылыңыз. Соңғы жылдары Эндрю Хуберманның танымалдылығы үлкен қарқынмен өсіп келеді және бұл кездейсоқтық емес. Хуберман Стэнфорд университетінің ерекше көзге түскен нейроғалымы және нейроғалым профессоры. Оның біздің ағзамыздағы күрделі процестерді ғылыми тұрғыдан қарапайым және түсінікті түрде түсіндіру қабілеті біздің мүмкіндіктеріміз бен қабілеттерімізге дәл осы процестердің әсер ететінін дәлелдейді. Эндрю Хуберман бізге өзінің табыс пен өлшеусіз байлыққа жол ашатын 9 қарапайым қадамнан тұратын ғажайып маңызды ультра алгоритмін ұсынды. Олардың әрқайсысына мұқият қарап көрейікші. Бірінші, нейропластиканы белсендіру. Жаңа тәжірибеге ойдағыдай бейімделу үшін мидың өз құрылымын өзгерте алатын негізгі қабілетін пайдаланыңыз. Мұны жасау тәсілдерінің бірі тыныс алу техникасын қолдана отырып, қандағы адреналинді босату. Тыныс алудың 20 циклін жасауға тырысыңыз. Мұрын арқылы терең тыныс алып, содан кейін ауыз арқылы баяу дем шығарудан бастаңыз. Соңғы дем шығарғаннан кейін тынысыңызды 30 секунд ұстаңыз. Осыдан кейін терең дем алып, содан кейін демді қайтадан ұстап тұрыңыз. Эндрю Хуберман осылайша оттегінің жетіспеушілігінің орны толығады деп түсіндіреді. Мидың маңдай лоббилерінің күрт белсендірілуі байқалып, бұл өз кезегінде адреналиннің бөлінуін тудырады. Бұл жаттығуды тұрақты қайталау күнделікті өмірде туындайтын міндеттерді тиімдірек орындау үшін миыңыз бен денеңізді қайта конфигурациялауға көмектеседі. Екінші, фокус. Тапсырмаларды тез әрі тиімді орындау үшін назарды шоғырландыру өнерін меңгеріңіз. 30 секунд бойы бір затқа қарап жаттығып көріңіз. Мысалы, қабырғадағы суретке немесе құмырадағы гүлге. Бөлінген уақыт өткен соң жұмысқа кірісіңіз. Осындай фокустау сәтінде мидағы нейронды тізбектер белсенді жұмыс істей бастайды. Бұл нейротаратқыш ацетилхолиннің бөлінуін қамтамасыз етіп, жүйке жасушалары арасындағы сигналдардың алмасуын тездетеді деп түсіндіреді Хуберман. Басында назарыңызды шоғырландыру оңай болмауы мүмкін, бірақ әр жаңа тапсырманы бастар алдын осы әдісті қолдануға тырысыңыз. Бір аптадан кейін өзіңіздің нақты және тез назар салу қабілетіңіздің айтарлықтай жақсарғанын байқайсыз. Үшінші, міндетті түрде қайталаңыз. Бұл есте сақтауды қажет ететін ақпаратқа, мысалы семинардағы баяндамаға немесе емтиханға дайындыққа ғана емес, сонымен қатар жұмыс аймағында үйренуді қажет ететін маңызды дағдыларға да қатысты. Қайталаудың мәні ол да бір жаттығу сияқты. Хуберман табысқа жету керек салаларды анықтап, сол бағытта үнемі жұмыс істеу маңызды дейді. Әсіресе шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізуде қайталау ерекше маңызды аспект. Олардың тілінде кездесулер барысында ғана емес, сонымен қатар үнемі қайталап, тәжірибеден өткізіп отырған жөн. Төртінші, қателесуге рұқсат беріңіз. Қателіктер нейронды байланыстар мен сананы жандандыратын кішкене күйзелістер. Олар болмаған кезде миыңыз босансу жағдайында болмақ. Жер шарындағы ең табысты адамдар қателіктерді өз өмірлерінде болған ең жақсы оқиға деп санауы кездейсоқ емес. Қателіктердің арқасында біз әлде қайда мұқият боламыз. Ал жаңа сын тегеуріндер туындаса, бізде оған төтеп беру үшін біліміміз бен тәжірибеміз болады. Сондықтан өз ісіңізбен айналысудан қорықпаңыз. Сәтсіздіктен қорықпаңыз. Ол орын алса да, одан өміріңізді нығайта алатын құнды сабақтар аласыз. Ал келесі жолы сізді міндетті түрде жетістік күтеді. Өмірде қателік жіберіп одан құнды сабақ алсаңыз, осы бейнебаянға лайк басуды ұмытпаңыз. Бесінші, қысқа үзілістерді тәжірибеден өткізу.
Қандай істе болмасын, кідіріс процесті баяулатуы мүмкін сияқты көрінсе де, үзіліс алудан қорықпаңыз. Эндрю Хуберман шағын үзілістер керісінше ақпаратты неғұрлым тиімді ассимиляциялауға ықпал етеді деп пайымдайды. Зерттеулер көрсеткендей, 10 секундтық үзіліс кезінде мүлдем еш нәрсе істемеу маңызды. Сонда ғана гиппокамп пен ми қыртысындағы нейрондар оқу кезіндегідей белсенді, бірақ 10 есе жылдам болады. Осындай процесс мида терең ұйқы кезінде де орын алады. Сондықтан қысқа кідірістерді тіпті әрбір 2 минут сайын еркін енгізіп, оларда кездейсоқ жасаған дұрыс. Бұл әсіресе өміріңізді түбегейлі өзгерте алатын ақпаратты қабылдауға пайдалы. Жұмыс үстеліңіздің үстіне қысқа үзілістердің маңыздылығын жазып қойыңыз. Осылайша сіз осы тәжірибені ұмытпай ұстанып, керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. 6. Атқарылған жұмыс үшін марапаттау. Марапаттау механизмі мотивацияны және мақсаттарға жетуге ұмтылуды бақылайтын ми орталықтарының нейронды байланыстарына әсер етеді. Сыйақы казинодағы ойыншыларды қызығушылығын арттыру үшін қолданылатын әдіс сияқты тосыннан және күтпеген жерден болғаны дұрыс. Бір қарағанда өзіңізді тосыннан марапаттау қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ Хуберман айтып өткендей, дәл содан өзгерістер басталады. Бұл тәсілді қолдануды үйренген кезде сөзсіз мотивацияңыз бен еңбекте өнімділігіңіз артқанына таңғаласыз. 7. 90 минут алтын сан. Эндрю Хуберман жүргізген зерттеулер көрсеткендей, адамдардың көпшілігі бір іске зейінін ең көп дегенде 1,5 сағат шоғырландыра алады. Сондықтан Хуберман осы уақыт өткеннен кейін үзіліс жасауды ұсынады. Үзілістің ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін. Өз сезімдеріңізге сенудің маңызы зор. Алайда шеттен шығып толық босансуға жол бермеңіз. Мұндай үзілістен кейін жұмысқа оралу әлде қайда қиын, тіпті іс жүзінде мүмкін емес. 8. Үзілісті дұрыс және тиімді ету. Жұмыстан демалу ұйымдастырылған болуы тиіс. Максималды тиімділік үшін жұмыс немесе оқу кезінде атқарған іс-әрекетіңізді өзгертіңіз. Бұл энергиямен қамтамасыз етуді толықтырып, тиімдірек жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Егер компьютер алдында ұзақ уақыт өткізсеңіз, міндетті түрде жоғары көтеріліп, қысқа серуенге, дұрысы таза ауаға шығыңыз. Егер сіз көп сөйлескен болсаңыз, онда ешкімге қоңырау шалмай, тыныштықта отырыңыз. Егер керісінше бұрын үнсіз отырсаңыз, досыңызбен жеңіл әңгімелесуге үзілісіңізді арнасаңыз болады. 9. Терең әрі толыққанды түнгі ұйқы. Эндрю Хуберман жаңа дағдылар мен білімдерді интеграциялау үшін нейронды желілерді қайта құру бойынша негізгі жұмыс ұйқы кезінде болатынын атап өтеді. Қазіргі уақытта ақпарат сезім мүшелерінен емес, жадыдан келеді. Әр түні біздің миымыз алынған ақпаратты талдап, оны құрылымдап, артықты алып тастап қажеттісін байланыстырады. Сондықтан тереңде толыққанды ұйқының маңызы зор. Егер күн сайын осы кеңестерді басшылыққа ала бастасаңыз, көп миллиардты компанияның көшбасшысы болам десеңіз де, табысы жоғары сәтті мансап жолын бастаймын десеңіз де, керемет нәтижелерге оңай қол жеткізе аласыз. Біздің бәрімізде әртүрлі мақсаттар мен тілектер бар. Сондықтан неге қол жеткізгіңіз келетінін нақты анықтау маңызды. Өз мақсаттарыңыз бен амбицияларыңызды бізбен видео астында бөлісіңіз. Есіңізге саламыз, бұл Kingstyle арнасы. Қаржылық жағдайды жақсартуға, табысқа жетуге құнды кеңестер табуға болатын мекен.